Сонымен құрметті оқушылар, әріптестер, біз әрі қарай есепті шығарып жалғастырайық. Номер үшінші есеп. 2,4,6 тринитр толуы алуға жұмсалатын азот қышқылының массасы дейді. 2,4,6 тринитр толуы бізде берілген. Бұның молекулалық формуласын жазатын болсақ, С6H2NO2 3 еселенген не? CH3, CH3. Стрелка бұдан не алуымыз керек? Азот қышқылын алуымыз керек. Азот қышқылы. Енді қараңыздар. Бізде нитраток бұл бізде бір валентті дедік. Бірақ NO3-тан бізде нешеу болып тұр? Үшеу болып тұр. Үшеу. Сондықтан да ол 3 валентті болған. Сондықтан да азот қышқылының алдына неше қоямыз керек? 3 қоямыз. Өйткені азот жаңа бір валентті қышқыл деп айттық. Мынауымыз 22-де 7, мынауымыз X1. Мынауымыз 3 көбейту 63 жаңылмасам, мынаның эмеріс коррексиві 227. Мына X тапсаңыздар, 18-де 9 шығады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Келесі. Бутадиен ең көп мөлшерде әрекеттесетін зат. 16. Біз бұны жаңылмасам шығардық. Әрі қарай. 520 грамм ацетиленді этанға дейін гидрілеу үшін қажет сутегінің көлемі дейді. Ацетилен дегеніміз С2H2. Бұл алкин, алкин. Ал алкиндер бізде неше валентті дедік? 4 валентті дедік. Ал сутек 1 валентті, 1-ді 2-ге көбейтсек 2. Екі жақта да тең болу үшін сутектің алдына неше қоямыз? 2 қоямыз. 2 қоямыз. Реакциямыз теңесті. Мынауымыз 520, X1. Мынауымыз жаңылмасам 26, мынау 2 көбейту 22-де 4. Ну, скорее всего, X тең 44-те 8. Сұрақ бар ма? Народ, мен ойша есептеп жатырмын бәрін. Детский время бітетіндіктен менен тез бәрін есептеп тастай береміз, ұйықтау үшін. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті ғой? Иә. Дұрыс болып жатқанын тексеріп қойыңдар, сендер иә десеңдер, мен шығарып кете беремін бәрін өтірік. Сонымен, фенол алу үшін қажет хлор бензолдың массасы дейді. Фенолдың формуласы қандай? С6H5OH, ал хлор бензол деп отырғанымыз С6H5 хлор. Мына 9-да 4, мынау X1. Мынауымыз жаңылмасам неше? 94, эмері. Сонда 77-ге қосам 35,5-ті 112-де 5 шығар екен. Сонда X1 тапсаңдар, әрине 11-де неше шығар? 25 шығар. 25. Бітірді, жай ғана жылжыта саламыз, әрі қарай кеттік. Енді шығымға арналған есеп. Жалпы өздерің жақсы білесіңдерден ойдам, шығымға арналған есептің 3 түрі бар. Жалпы біз 3 түрінде қазір қарастырамыз. Менен сендерге жақсылап барлығын түсіндіріп беремін. Ол үшін сендер өнім мен реагентті ажырата аласыңдар деген ойдамын. Және екінші, мынау зат мөлшерлерінің формулаларын білесіңдер деген ойдамын. Әрі қарай кеттік. Енді мысалы былай дейді. Массасы 15-те 6 грамм бензолды нитрлегенде өнім шығымы 73% болса, алынған нитробензолдың массасын тап дейді. Бізде қараңыздар, есептің шартында бензол беріп тұр. С6H6. Бізге нені тап дейді? Нитробензолды. С6H5NO2-ні. Органикалық зат беріліп, органикалық зат сұраса, біз көміртектің санына қараймыз. Егер тең болса, реакция не деп санаймыз? Тең деп санаймыз. Мынауымыз 15-те 6 грамм, мынау X1. Мынауымыз 78, мынауымыз жаңылмасам 123. Осы жерден X1-ді тапсаңыздар, 24,6 грамм шығады. Бұл түсінікті ғой. Яғни 15-те 6-23-ке көбейтіп 78-ге бөлдік. Енді бізде шығым берілген. Шығымды оқушылар ойша 100-ге бөліп аламыз. Сонда неше шығады? 0,73. Назар аударыңыздар, мынау біздің стрелканың егер X оң жағында тұрса, біз мынау шыққан санды мынаған көбейтеміз. Сонда 24,6-ны 0,73-ке көбейтеміз. Сонда жаңылмасам 17-те 95 грамм шығады. Ал егер сол жағында тұрса, если реагент жесе бөлеміз ба? Бұл кезде бөлеміз. Болды, осы ғана. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті ғой? Иә. Әрі қарай кеттік. Шығымы 60% болса, 520 грамм ацетиленнен алынатын сірке альдегидін тотықтыруға жұмсалатын күміс оксидінің массасы. Жаңа альдегид деген неше валентті дедік оқушылар? 2 валентті дедік, сондықтан да күміс оксиді да 2 валентті. Реакциямыз өзара не болып табылады оқушылар? Тең болып табылады. Әрі қарай, мынауымыз 520, мынауымыз X1. Мынау аргентум 2 ойы, мынауымыз 26, мынауымыз не болады? Эмер қанша мынау? 232. Солай емес пе?
народ. иә. 232. Әрі қарай x1-ді тапсаңыздар, осы жерден 464 0 шығады. 4640 шығады. 4640. Енді 0,6 бізде шығымыз неше пайыз? 60%. 60 Оны бөлеміз 100 нешеге? 100-ге 100-ге ойша 100-ге бөлеміз. Сонда 0,6 санды 0,6 0,6 саламыз. 0,6 Көбейте саламыз. Сонда мынадай сан шығады. Бұны біз бұл граммен килограммға айналдыратын болсақ, бізде 2,784 килограмм. Ну, скорее всего, дұрыс жауап не болады? Б болады. Сұрақ бар ма? жоқ. Сұрақ жоқ. Народ, мен примерно ойша есептеп жатырмын калькуляторсыз. Сондықтан да қате кетіп жатсам, бір-бір тексеріп қойыңдар. Номері 3-ші. Ағай, осы записьтер сақтала ма? Иә, сақталады. Егер өнім шығымы 75% болса, 25 грамм этил спиртінен мыс 2 оксидін тотықтыру арқылы алынатын сірке альдегидінің несі дейді? Массасы дейді. Масса. Бізде не беріп тұр? Этил спиртте С2H5 OH беріп тұр. Нені тап дейді? Сірке альдегиді. Сірке альдегиді. Альдегид деген С2H4O. Органикада көміртектер саны тең болса болды, иә? Мынауымыз 25, мынау X1. Мынауымыз 46, мынауымыз жаңылмасам 44. Осы жерден X1 табамыз. 20,5-ті көбейтем 44-ке, бөлем 40. Сонда 19-ды 6 шығады екен. 19-ды 6. 0,75-ке. Оны нешеге көбейте саламын? 0,75-ке. Өйткені назар аударыңыз, стрелканың X оң жағында тұрса көбейтем, сол жағында тұрса не істеймін? Бөлем. Сонда 19,6-ны көбейтем 0,75-ке, 14-те 7 шығатын сияқты. 14-те 7. Сұрақ бар ма? Жоқ, күшті. Келесі. Номері 4-ші есеп. Бұл енді 2-ші түрі. Бұлай дейді. Егер теория жүзіндегі қарағанда шығымы 80% болып, 22-де 4 грамм циклобутан алынған болса, бізде не алынып тұр? Циклобутан алынып. Циклобутан С4H8. Бізге ненікі тап дейді? Дибромбутанның массасын тап дейді. С4H8 бром 2-ні тап дейді. Мынауымыз біздің қанша грамм дейді? 22-де 4, мынауымыз X1. Мынауымыз жаңылмасам 56, мынауымыз 216. Осы жерден X1-ді тапсақ, 216-ны көбейтем 22-де 4-ке, бөлем 56-ға. Сонда 86-да 4. Енді мынау шығымыз қанша пайыз біздің? 0,8, 80%, оны 0,8 деп аламыз. Енді назар аударыңдар, X-іміз жаңа стрелканың қай жағында тұр? Оң жағында ма, сол жағында ма? Оң Оң жағында. жақ. Сол жағында. Народ жазып қойып жатырмын ғой сендерге. Сол жағында тұр. 0,8-ге. Сондықтан да 86-да 4-ті неге бөліп жібереміз? 0,8-ге бөліп жібереміз. 0,8-ге. 108 шығар екен. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Номері. Шығымы 65% болып, 33-те 15 грамм пропил ацетат түзілген болса, әрекеттесетін сірке қышқылы мен спирттің массасы дейді. Давайте біз әрекеттесетін қышқылдықын таба салайық. Пропил ацетат болса, сірке қышқылы ғой, скорее всего. Сірке қышқылы, стрелка, пропил ацетат CH3, COO, C3H7. Әрі қарай, мынауымыз 33-те 15, мынауымыз X1. Мынауымыз малярлық массасы шағылмасам 60. Енді мынаныкі не есептеу керек? Мынауымыз қысқаша оқушылар C5, H10 неше? H10 ғой да? Иә. Жоқ. Мына жерде не қате кетті бізде? Біз енді коэффициент қоймаймыз ба? Жоқ. C5, H10 болу керек қой бізде. Неге мұнда C5, H10 болмай тұр? Пропил ацетат дұрыс қой, иә? Дұрыс давайте. Пропил ацетат деген пропион қышқылы деген ба? Жоқ, пропил ацетат деген ол күрделі эфир. Давайте есептейікші. 12-ні көбейтеміз 3-ке. 12-ні көбейтеміз 5-ке. Оған қосамыз 32-ні, оған қосамыз 13-ті. Ну, 105. Қалай мынау 105 шығып тұр? Қай жерден қате кетіп тұр, народ? С5, H10, O2 дейді формуласы. Пропил ацетат. Давайте. CH3, COO, C3H. Ну, дұрыс 7, 13. Народ, дұрыс екен ғой. C3H10 екен ғой, дұрыс қой. Өйткені қарасаңдаршы,
Мынау 3-ке 7-ні қоссаңдар 10 ғой. Мен мынау что-то мынау көміртектің де 3-ін қосып жатырмын ғой, нефтем. Айтып отырмын ғой, мен детский время бітсе бар ғой, мен миым дұрыс жұмыс істемей қалады. Енді эмерін есептейік оқушылар. 102 шығар, иә, сонда, иә, жаңылмасам. Солай ма? Есептеп жатқан қазақ бар ма өзі? Қазір 1 минут. Иә, Қазір ағай. 102. Сонымен 60-ты көбейтеміз 33-те 15-ке, бөлеміз 102-ге. 19-да 5. 19-да 5. Енді x-іміз бізде қай жақта тұр? Сол жақта тұр. Сол Сонда жақта. 19-да 5-ті неге бөлеміз? 0,6-ға бөлеміз. Сонда 0,6. грамм шығады. Енді 30 грамм деген қайталанбайды. Сондықтан да дұрыс жауап Б болады. Әрі қарай кеттік. 6-шы. Шығымы 92-де 39% болып, этанол түзілген болса, лабораторияда жұмсалған хлоретанның массасы дейді. Яғни бізде хлоретан жұмсалды, лабораторияда сөйтіп не алыныпты? Этанол алыныпты. Этанол. Мынауымыз 85, мынауымыз X1. Мынауымыз 46, мынаның емерін есептеген. 35,5-ке қосам 29-ды. 64-те 5. Сонда X1-ді табатын болсақ, 64-те 5-ті көбейтем 85-ке, бөлем 46-ға. Сонда 119,18, е? Әрі қарай бұны мен бөліп жіберем нешеге? 0,92. 0,92. Сонда 129 шығады дейді. Дұрыс жауап Е болады. Сұрақ бар ма? Түсінікті. Сонда шығын бізде X Жоқ, ағай. 10 тұрса, көбейтеміз. X Иә. 10 тұрса, бөлеміз. Вообще Бөлеміз. уровень детский. Иә. Дальше. Номер 3-ші түрі. Массасы 39 грамм бензолды нитрлегенде 49-да 2 грамм нитробензол алынды дейді. Заттың шығымы. Енді бұл шығымның 3-ші түрі. Бізде бензол берілген. С6H6 стрелка С6H5NO2. Народ, біз өнімге тиіспейміз. Тек реагенттің мәнін пайдаланамыз. Мынауымыз 39, мынауымыз X1. Мынауымыз 78, мынауымыз 123. Сонда X1 тапсаңдар 61-де неше шығады? 5 шығады. Осы шыққан санды 100% қылып аламыз әрқашан. 61-де 5, бұл неше пайыз? 100%. А бізге нешені тап деп тұр? 49-да 2. 49-да 2-ні. X2. Сонда X2-ні тапсаңдар 80% шығады. 80% шығады. 80% шықса 80% шықсын. Сонда шығымға арналған есеп Б деңгейінің есебі болып табылады. Ол 2 іс-әрекеттен тұрады. Көрдіңдер ме? 2 амалдан. 80 ағай. 2 амалды шығарасыңдар, жауап шығады. 80 шығады. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Келесі. 8-де 8 грамм сірке альдегидінен күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттестіргенде 10 грамм сірке қышқылы түзілді дейді. Біз сонда не істеп жазамыз? Сірке альдегид деген мынау, а бізге нені тап дейді? Сірке қышқылы. А сірке қышқылы деген ол мынау. CH3COH, оны C2H4O деп жазып болады, е? Мынауымыз 8-де 8, мынауымыз X1. Мынауымыз қанша болады? 44, мынауымыз 60 мр. Сонда X1 тапсаңдар 12. А 12 неше пайыз болады? 100% болады. 100%. А бізге нешені тап деп тұр? 10 грамм. В общем, көріп тұрсыңдар ғой, да? В общем, уровень детский бәрі. 83%. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Жақсы, әрі қарай кеттік. Лабораторияда 46 грамм толуолдан не алды дейді? Бензой қышқылы алды. Толуол дегеніміз С6H5, CH3. Стрелка бензой қышқылы деген С6H5COH. Сонда көрдіңдер ғой, органикалық заттардың формуласын білсеңдер болды. Ол қалай алынды лабораторияда? Вообще басымызды ауыртпаймыз, короче. Мынауымыз 92, мынаның емерін есептеу керек болды. Енді кім біледі мынаның емерін? В общем, 77-ге қосам 32-ні, оған қосам 13-ті, сонда 122 екен. 122. Енді 122-ні бөле салам 2-ге 61 шығады екен. Сонда X1 61. Енді 61 неше пайыз болады оқушылар? 100% болады, 100%. 52-ні тап. 52. Ну, сонда 52-ні бөлем 61-ге 85-те 2 шығып тұр. 2 шығып тұр. 82. Дұрыс жауап ба жауап? Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ, ағай. Шығынға арналған есеп түсінікті ма? Иә, ағай, оңай. Вообще оңай, детский. Дальше. Онда келесі тағы бір есептің түрін көрейік, сонымен бүгінге жететін шығар. Да? Бүгін сендерге тест-центрдің стресі да жетеді ғой енді. Бүгінге осы есепке үйренейік, сонымен жетеді. Что болады, ағай? Калий уаш 5,6 грамм калий уаш 13,7 грамм ромбутанмен әрекеттескенде бөлінетін бутеннің көлемі дейді. Бізде калий уаш беріп тұр. Калий уаш стрелка не беріп тұр? Бутенді тап деп тұр. Бутен бұл С4H неше? 8. Мынауымыз біздің 5-те 6, мынауымыз X1.
x1. Мынаның эмерін табамыз. Бұның эмері 56, мынаның көлемін тап беріпті. 22-де 4. x1 тапсаңдар 2-де 24. Енді дәл осылай бром-бутан арқылы шығарамыз. Бром-бутан деп отырғанымыз С4H7, H7 емес, өтірік Бром. айтамын. H9 бром, иә. Стрелка С4H8. Реакциямыз H8. тең. Мынауымыз 13-те 7, мынауымыз x2. Мынау 22-де 4, мынауымыз жаңылмасам 137. x1-ді тапсақ, бұл жерде де не шығады? 2-де 24 шығады. Екеуінде мәні бірдей болғандықтан, дұрыс жауап әрине не болады? А 2-де барам. 24. 2-де 24. Ал егер екеуінің мәні екі түрлі болса, қайсысы кішкентай, соны ала саламыз. Болды. Бұл да b деңгейінің есебі. Екі амалдан тұрады. Міне мынау бірінші пропорция, мынау екінші пропорция. Сосын ойша салыстырасың, екі қайсысы үлкен, қайсысы кішкентай. Дұрыс жауап всегда кішкентай. Болды. Вообще бұл да күлкілі ес. Ағай, Мгм. Мысалы, 5-те 6 грамм бұл бутан- ұбт-да келген есептер шығарып жатырмыз, а? Народ, былай қараңдар, нағыз ұбт-да келген есептер ертең оқушылар кіріп бастайды ғой. Соларды слифтерді айтады, тақырыптарды айтады, біз соны сол кезде талқылап, сол кезде қарастырамыз. Солар қайталанып келеді сендерге. Бірақ осы былтыр алдыңғы жылғылардың қайталанып келу ықтималдығы Аха. төменірек болады. Сондықтан былтырғы сұрақтарды жаттап бастарыңды ауыртпай қойыңдар. Лучше осылай шығару жолын үйренсеңдер, есептің шығару жолы бірде ғой, осы саны мен нелерді өзгерте береді ол. Главное, шығару жолын үйреніңіздер, болды ғой. 5-те 6 грамм бутан. Бутан деген не ол? С4H8. H8. Бізге не дейді? Бром сумен әрекеттескенде әрине С4H8 не шығады? Бром 2 шығады. Бром. Мынауымыз 5-те 6, мынауымыз x1. Мынауымыз не шығады? 56 емері, мынаның емері 216 шығады. Осы жерде x1 тапсаңдар 21-де 6 шығады. Дәл солай енді броммен әрекеттесеміз. Бром стрелка С4H8 бром 2. Мынауымыз 8, мынауымыз x2. Мынауымыз 160 молярлық массасы, мынауымыз 216. Осы жерден x2-ні тапсаңдар, не істейміз? 8-ді көбейтеміз 216-ға, бөлеміз 160-ға. Ну, 10-8 шығады екен. Қайсысының мәні кішкентай? Әрине 10-8. Сондықтан дұрыс жауап 10-8. Болды, осы әрекеттесуші заттардың біреуі арқылы мөлшерлейді. Сонда пропорцияға арналған есепте бір заттың мәні беріледі да, екінші заттың мәні сұралады. Бір пропорция құрып шығара саламыз. Ол сондықтан ол А деңгейінің есебі табылады. Екінші, шығымға арналған есепте міндетті түрде шығым беріледі. Егер x оң жағында болса, көбейтеміз шығымға, ал сол жағында болса, не істейміз? Ойша бөлеміз. Одан кейін Бөлеміз. әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған есеп. Бұл есептің ерекшелігі неде? Бұл есепте реакцияға түсетін екі заттың да мәнін береді дағыны, реакцияға түсетін екі заттың мәнін береді да, өнімнің мәнін сұрайды. Түсінік. Сонда реакцияға берілген екі заттың мәні арқылы да өнімнің мәнін табамыз да, x1, x2 деп. Қайсының мәні кішкентай, соны ала саламыз. Болды, осы есеп. Соны аламыз. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті ағай. Түсінікті ғой. Егер оқушылар бүгінгідей белсенділік танытып, топқа тағы да оқушылар көбейетін болса, мен ертең әрі қарай органикада келетін тағы да басқа есептердің түрін көрсетемін. Мысалы, органикада жиі келеді формула табуға арналған есептер. Оны да лайфхакпен ешқандай Соны шығарайық. бас ауыртпай шығару әдісін үйрететін боламын. Сондықтан да топқа өздеріңнің достарыңды, сыныптастарыңды, химия таңдаған любой оқушыларды шақырсаңдар. Жақсы? Сау болыңдар, народ.